Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Тақтадан не көріп отырсыздар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі қандай? Сабағымыздың мақсаты отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау. Ал енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымызда кездесетін тірек сөздердің мән-мағынасын ашамыз. Тірек сөздеріміз ерлі зайыптылар, неке шарты, азаматтық неке, туысқандар. Азаматтық неке. Ер мен әйелдің некеге тұрмай-ақ бірігіп, ортақ шаруашылықты бірге жүргізуі. Туысқандар. Бір атадан тараған туысқандық байланыста болып отырған адамдар. Неке шарты. Некеге тұратын адамдардың немесе ерлі зайыптылардың некеде тұрған кездегі немесе ажырасу жағдайындағы мүліктік құқықтары мен міндеттері туралы келісім. Отбасы мүшелерінің құқығы мен міндеттеріне тоқталамыз. Неке заңды тіркелген кезден бастап отбасындағы екі адамның құқықтары мен міндеттері пайда болады. Отбасы заңының ең басты екі қағидасы әйел мен ер адамның теңдігі. Ерлі зайыптылардың мүліктік және де мүліктік емес жеке қатынастары тең деп танылады. Отбасы кодексінің 30 бабына сәйкес ерлі зайыптылар тең құқықтар мен міндеттер атқарады. Ерлі зайыптылардың әрқайсысы қызмет түрін, кәсібін және діни сенімін таңдауға ерікті. Ерлі зайыптылар ана болу, әке болу, балаларды тәрбиелеу, оларға білім беру, ерлі зайыптылардың тұрғылықты жер мәселесін бірлесіп шешуге міндетті. Отбасының игілігі мен нығаюына, өз балаларының денсаулығына, өсіп жетілуіне және олардың әл-ауқат жағдайына қамқорлық жасауға міндетті. Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік бірегей әдеп-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері қалыптасты. Қазақтардың әдеп-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және адамдардың өзге де топтары арасындағы өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Бұл салт-дәстүрлер әулеттің барлық мүшелеріне міндетті болып табылады. Қазақтардың қонақжайлық қасиеті және өзара көмекке бағытталған салт-дәстүрлер мен әдеп-ғұрыптарына тоқталайық. Асар, ауыр жұмысты туыстардың, достардың, көршілердің көмегімен орындау. Мысалы, үй салу немесе құдық қазу. Асар ақысыз тегін жасалады. Жұмыс аяқталған соң мол дастархан жайылады. Жылу. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы дүлей апаттың кесірінен ауыр жағдайға душар болған жандарға көрсетілетін жәрдемнің бір түрі. Зардап шеккендерге олардың туыстары ғана емес, барлық жаны ашыған адамдар көмектесе алады. Қайырымдылық ретінде мал, құрылыс материалдары, киім, ақша тағы басқа беруге болады. Бел көтерер, ұзақ жасаған қарияларды құрметтеу, аспен сыйлау дәстүрі. Қарияларға арнап қазы, жент, қымыз, ірімшік тәрізді жылы жұмсақ әрі дәмді ас түрлері дайындалады. Бұл жұмысты көбінесе балалары немесе жақын туыстары, кейде көршілері орындайды. Бел көтерер дәстүрі үлкен кісілерді сыйлаудың үлгісі болып есептеледі. Қонақ күтуге байланысты салт-дәстүрлер мен әдеп-ғұрыптарға тоқталатын болсақ, қонағасы қонақ күтуге байланысты шыққан әдеп-ғұрып. Қазақ халқының ежелден қонақжайлықпен аты шыққан. Қазақтар әр кезде ең дәмді тағамдарын қонаққа арнап сақтаған. Қонақ кәде. Үй иесінің қонақтан ән салуды немесе музыкалық аспапта ойнап беруін сұрау дәстүрі. Қонақ кәде қонақтың өнерін сынау, сонымен қатар отырыстың көңілді өтуінің себепшісі. Ерулік. Егер ауылға біреу жаңадан көшіп келсе, оларды көршілері ерулікке, яғни қонаққа шақырған. Еруліктің арқасында көшіп келгендер жаңа ортаға тез үйреніп кеткен. Сонымен қатар, ерулік көшіп келгендердің тұрмыстық жағдайына қарасуға да мүмкіндік берген. Көршілерді оларды отынмен, ауыз сумен және тағы басқамен қамтамасыз еткен. Той дастарханы.
мерекеге арнап немесе тура сол мереке кезінде ұйымдастырылған ерекше салтанат түрі. Мұндай той кезінде дастархан жайылумен қатар спорттық, музыкалық жарыстар да өткізіледі. Ал балалар, бүгінгі тақырып бойынша тапсырма орындаймыз. Тапсырмада қазақ халқының өзара көмек көрсетуге бағытталған әдеп ғұрпының маңыздылығын анықтаймыз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте дұрыс орындадың. Ал балалар, екінші тапсырманы орындаймыз. Қазақ халқының қонақ күтуге бағытталған әдеп ғұрпының маңыздылығын анықтаймыз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте дұрыс орындадыңдар. Балалар, үйге тапсырма. Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексінің 1-2 бөлімін оқу, неке шарттарының оң және теріс жақтарын дәптерімізге жазу.